Фейерверк – жаңа жылдың сәніне айналған түрлі түсті отшашу. Фейерверк біздің заманымыздың 12-ші ғасырында Қытайда бойлап табылған. Алғашқы фейерверк жасыл бамбуктың таяқшасы болған деген пікір бар. Оны отқа тастағанда пытырлап атылған. Осылайша қытайлар жаман рухтарды қуған. Аңызға сәйкес, даос ғалымдары мәңгі өмір эликсирін алу үшін селитра, көмір және күкіртті араластырып қара ұнтақ алған. Император Юсунның дәуірінде жаңа жыл жаңаша тойланған, яғни қара ұнтақты бамбук таяқшаларына салып отқа тастаған, түн күнге айналсын деп ұрандатқан. Отшашумен арнайы монахтар айналысқан. Алғашқы пиротехниктер осылай пайда болған. Келесі бір нұсқаға сәйкес фейерверкті Қытайдың Люян қаласынан шыққан Ли Тян деген монах ойлап тапқан. Люян қаласы әлі күнге дейін әлемдегі ең ірі фейерверк өндіруші қала. Кейіннен Қытай әскері фейерверкпен жауды да үркітуге болатынын ұққан. Олар ұнтақ салынған қағаз түтікшені садақ оғына байлап атқан. Тағы бір нұсқаға сәйкес Марко Поло Италияға Қытай ұнтағын алып келген. Бұл Европада отшашу өнерінің дамуына арқа болған. Бір 1685 жылы ағылшын королі Джеймс II сарай пиротехника ұйымдастырған отшашуға риза болып, оған рыцарь атағын берген. Он 19 ғасырдың басында итальяндық пиротехниктер фейерверкке түрлі түсті элементтер қоса бастады. Фейерверк және салют түсініктерін шатастырмау қажет. Салют артиллериялық қарудан оқсыз зарядпен атылатын іс-шара, әскери шерулердің дәстүрі. Салюттың ерекшелігі пиротехникалық эффекттердің біркелкілігі. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.